Санаулы келушінің Telegram боттағы 5 сыныпты оқудың обзорын қарайық. Ең бірінші біз стартты басамыз. Төмен жақтағы отправить номер телефонды басқаннан кейін бізде поделиться контакт дегенді басамыз. Келесі уже біз тіркеліп қойдық, иә? Тіркеліп қойғаннан кейін бізде тек қана логинді басамыз. Көк жазуды. Қайтадан отправить номер телефонды басамыз. Поделиться контактом. Келесі біз пароль жазамыз. Пароль 1-ден 5-ке дейін. Отправить етеміз. Енді біздің курсқа тіркелгеннен кейін біз мои курсыны басамыз. Міне біз 5-ші сынып 3-ші, яғни 1-ші айдың 3-ші аптасында жүрміз. 1-ші күнін, яғни бір аптаның курстың қалай құрылымын қарап тұрайық. Ол үшін біз мына көк батырманы басамыз. Міне біз 3-ші аптаның 1-ші күнін бізге шығады. Сәлем оқушы, бүгін сенің математикада алғашқы қадамың басталды. Ең алдымен жаңа тақырыпты бейне материал арқылы қарап, дәптеріңе маңызды тұстарын конспект түрінде жазып алып тексеруге жіберіңіз. Енді бірінші теңдеу тақырыбын біз ссылканың үстін бастық та болады, бізде сабағымыз ашылады. Үлкейтіп аламыз. Армысың құрметті оқушы, сенімен бірге Мұхтар ағайын. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы теңдеу. Ең бірінші теңдіктен бастайық. Жалпы қосумен 6 бөлсек, олсек азайту 13 болып ауысады. Тең 2х көріп болғаннан кейін қайтадан бізде осы Telegram ботқа ораламыз да практикалық бөлімнің сілтемеге өтіп, практикалық бөлімнің есептерін жазамыз. Ол үшін біз көк ссылканың үстін басамыз. Бізде практикалық бөлімнің есептері ашылады. Экранды жақындатып алып, әр есепті дәптерге орындаймыз. Бізде мысалы 5 есеп артқа жүргеннен кейін, егер түсінбеген қате жерлерің болса, осы практикалық бөлімнің толық шығару жол видеосының бізде ссылканың үстінен басамыз. Практикалық бөлімнің толық есеп шығару жолы. Армысың оқушы, сенімен бірге Мұхтар ағайын. Бүгінгі біз практикалық сабағымызды бастаймыз. Бізде теңдеу. Бірінші есебіміз x қосу 21 тең 44. 6-ға 2-ні қоссақ бізде не шығады? 84 шығады екен. Енді келесі бізге үй жұмысы беріледі. Үй жұмысы бүгін тақырыпқа арналған арнайы тапсырмаларды орында. Тапсырма сілтемеді, яғни бізде көк ссылканы басқаннан кейін бізде санау деген жұмыс дәптері 5-ші сынып. Сәлем, мен Ләйләмін. Бүгін біз теңдеу не екенін және оны қалай шешу керектігін үйренеміз. Міне сізге үй жұмысы беріледі. Осы үй жұмысын шығарып, о дәптерге орындаймыз. Дәптерге орындап болғаннан кейін бізде закончил деген тұр. Закончилды бізде басамыз. Келесі следующий денді басамыз. Келесі 2-ші күннің бізде тапсырмасы ашылады. Яғни әр тапсырманы әр күнін орындаймыз. Сәлем, бүгін сенің негізгі міндетің кеше орындаған үй жұмысын талдап, қателермен жұмыс жасау. Кешегі үй жұмысының шығарылу жолы, яғни қатемен шығарылу. Сәлем оқушы, қалың қалай? Сенімен бірге Мұхтар ағайын. Бүгін біз білеміз, әріптің алдында тұрған сайын әрдайым бізде бөлінеді. Үй жұмысының толық шығару жолын түсіндіріп болғаннан кейін біз квиз тест орындаймыз. Осы тақырыпқа сай квиз тест орындаймыз. Біз теңдеу тақырыбын кеше өткен едік. Енді бүгін біз квиз тестке қатысты, теңдеуге қатысты квиз тест орындаймыз. 3, 2, 1. Қосылғанын 87 азайтылғаннан кейін 103. Осының теңдеудің дұрыс жауаптарын таңдау арқылы жауабын тапсырамыз. Келесі теңдеуді орындау арқылы дұрыс жауабын шығарғаннан әрқайсының дұрыс келесі бізде дәл осы теңдеу тақырыбына ойын платформасында біз есептері берілген. Теңдеу берілген, әрқайсының соның жауаптарын біріктіру арқылы шығарып, жауаптарын қойып тексереміз. Қайтадан өзінің үстіне басамын, басқа жауап. Әрқайсының дұрыс жауаптарын таңдап тексереміз дұрыс жауаптармен. Осылай
орындалады. Келесі енді осы екінші күннің тапсырмасын орындағаннан кейін келесі күні біз закончилды басамыз. Следующий деңге келесі күнге өтеміз. Келесі күні дәл солай бізде жаңа тақырып берілген формула, және де қозғалысқа байланысты есептер, одан кейін практикалық бөлімнің толық шығарылу жолы, одан кейін бізде үй жұмысы берілген. Үй жұмысын орындап болғаннан кейін біз закончилды бәрін басамыз, мұғалімге жіберіп болып. Келесі бізде 4-ші күннің жұмысы басылады. Ол бізде үй жұмысы мен қатемен жұмысы орындалады бізде бірінші, одан кейін квизитке тест орындалады, және де бізде әртүрлі ойындарға мәні есептің біреуін ашып көрейік. Қанша куб бар? 18. Жауап дұрыс емес екен. Дұрыс жауабын бізде таңдаймыз. Дұрыс жауап 24 бірлікке тең. Заключение басамыз келесі күні. Енді біз 5-ші күннің бізде сіздерге сыйлыққа логикалық сабақ тегін беріледі. Логикалық сабақтың бізде бірінші есепті ашамыз. Оқушы өзі шығарады логикалық есептерді міне. Көп есептер бар бізде. Есептерін толық шығарып болғаннан кейін бізде түсінбеген қате жерлерді біз осы логикалық сабақтың толық шығарылу жолын видеосын қарау арқылы біз қатемізді түзетеміз. Сәлем оқушы, қалайсың? Сенімен бірге Мұхтар ағайын. Демін 5-ке, сонда бізде 200 болады екен. Демек мына жақта бізде 200, демек мына жақта да 200 аудан квадраты. Міне осылай закончил, келесі күн аптаға бізде кете береміз. Следующий неделя. Осылай бізде тапсырма болады. Және де бізде менюмызда и ассистент бар бізде. И ассистентке сіздер өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Және де өзіңіздің профиліңізді бассаңыз, сіз қай күні мысалы қай ақша, қай күні төлегендеріңізді біле аласыздар, қай айда жүргендеріңізді. Және де связь с учителем, яғни мұғалімге сұрақ қойсаңыздар болады, сізге сұрақ қойып, сіздерге жауап бере алады. Және де связь с учителем. Рахмет дейік. Өздеріңіздің сұрақтарыңызды жазсаңыздар, успешно записан у вас вопрос, с вами свяжется учитель или администратор. Дәл осылай бізде келесі алдыға жүремізді, бізде бағанаға менюға басамыз. Мои курсыға кіреміз. Көкті басу арқылы сізге өзіңіздің сабағыңыз қайттан шығады екен. Біткеннен кейін келесі күнге орындал көшіп орындай береміз.